Әңгімеге лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңді қалдырып, подписация батырмасын басуды ұмытпа. Құдай үшін Гүлжамал, көңіліңді босатпа. Енді бұдан бұлай. Құдайым еш уақытта көңіліңді жабырқатпасын. Лайым сөйте ғой айналайын, деп маңдайынан, шашынан сипадым. Шекесінің қызуы жоқ, өте жақсы дедім іштей. Ол менің қолымды әлсіз екі қолмен ұстап көкірегіне қойды. Бір кезде қолымды аузына жақындатып, қолымның сыртынан алақанымнан сүйді. Қайтып көкірегіне қойып, көзін жұмып ойланып жатты. Бұл саған мәңгі қарыздармын, құлыңмын, мәңгі сендікпін дегендей болып түйілді маған. О, айналайын нәзік жанды Гүлжамал, маған ештеңеге қарыз емессің. Тек адамгершілік үшін менің әрекетім сен айығып шығып, көмескеленген шырағың өз қалпына келіп шаттана қуансаң, сол маған жетеді. Әкемнен, ағамнан көрмеген жақсылықты сенен көрдім. Құдай өзі кездестірген екен маған сені. Алланың мейірімі түссін, жаратқан иемнің әрқашан жақсылығы бұйырсын саған, деп ол әлсіз даусымен алғысын білдірді. Ашық оң көзінде маған деген алғыс сезімінің мейірімді нұры төгіле, көз қарасында тек ризашылық толқыны білінгендей еді. Бір аптадан кейін көзіндегі танған дәкені алды. Айнаға қарамашы, дедім өтініп. Қуанғаныңнан көңілің босаңсыса, зиян болып жүрер. Қалай, ештеңе білінбейді ме? Ешнәрсе ағып тұрған жоқ па? Дейді байғұс маған қарап қайта-қайта. Ештеңе жоқ, тұп-тұнық қара көз, қандай әдемі қыз деймін мен жымиып. Тағы бір аптадан кейін Гүлжамалды емханадан шығарды. Мүлде айығып шықты. Айнаға қарай берсін, ол әйелдердің күйеуінен кейінгі серігі ғой, дейді Сергей Иванович күліп. Гүлжамалдың ең алғаш айнаға қараған кезіндегі қуанышын, толқуын тілмен айтып жеткізу қиын еді. Әп-әдемі өз қалпында тұрған көзін көріп, талып қала жаздады байғұс. Есін жиып, 5 жасар баладай мәз болды. Мені мойнымнан құшақтай алып, көкірегіме басын қойып, омырауымды емірене иіскеді. Мен де оның шашын желке тұсынан сипап, төбесін иіскеп, мейірімді қандыра тыныс алдым. Ол көкірегіме басын қойып ұзақ тұрды. Одессаның тамаша жерлерін 2 күн аралап, Сергей Ивановичпен қош айтысып, Алла атынан алғысымызды айтып, кешкі самолетқа отырдық. 1 жылға дейін қарапайым нөмірсіз ақ көзілдір киіп жүрген, құм, шаң түспейді, деді Сергей Иванович Гүлжамалға. Таң ата Ташкенттен түсіп, автобуспен аудан орталығына келдік. Асханадан таңертелік шайымызды ішіп алып, автостанцияға беттедік. Ал Гүлжамал, қайсы көлікке мінеміз? Сенің ауылыңа ма, жоқ біздің ауылға ма? Дедім автостанцияға келген соң. Ол маған жалт қарады. Менің шынымен сұрап тұрғанымды байқап, ой, Данияр, екеуміз ерлі-зайыпты емеспіз бе? Өз үйімізге бармаймыз ба? Апамдарды қуантпаймыз ба? Деді ол таңдана назданып. Ішің біліп тұрып әдейі сұрайсың ғой, ә? Мен күліп жібердім. Жазылып шықсаң қалаған жігітіңе көңіл білдіруіңе қарсылық жасамаймын деген уәдем бар емес пе еді? Дұрыс, кімді қалайсың деп сұрамайсың ба? Ал кімді қалайсың? Ферманың мал дәрігері Даниярды. Түсінікті ме? Дәу кітапқа қол қойғанымыз есіңнен шықты ма, жігітім? Енді түсіндім. Кеттік біздің ауылға. Екеуміз қол ұстасқан бойы біздің ауылға баратын автобусқа отырдық.